Сәлем достар, бүгін сіздермен өмірім қызықсыз, стресске жиі түсе беремін, не істесем болады деген сұраққа жауап беретін боламыз. Не үшін ақша тауып жатқан жұмысымыз бізге қызықсыз болып қалады? Не себептен выгораниеге жиі түсіп жатамыз? Не себепті біздің мақсаттарымыз бізге мотивация бермейді? Алдымыздан бір қиындық келген кезде тастап кетуге дайын боламыз. Не себепті арманымызға жету жолында кездескен қиындықтарға шыдамай тастап кетеміз? Себебі сіздің қазіргі арманыңыз, жеткіңіз келген мақсатыңыз ол сіздің шынайы қалауыңыз емес. Сіз табысқа жету арқылы біреуге дәлелдеу, біреудің признаниесін алу, біреудің алдында өзіңізді жақсы көрсету мақсатында болуы мүмкін. Сіздің ішкі жан дүниеңіз оны қаламайды. Ол үшін сізде арманға жету жолында мотивация жоқ. Жарты жолда тастап, нишадан нишаға секіріп жүрсіз. Ең обидасы сол, біз өзіміздің кім екенімізді білмейміз. Мен кіммін, менің қалауым не, менің құндылықтарым қандай, мен нені қалаймын, мен осы іс-әрекеттерді кім үшін және не үшін жасап жүрмін деген сұрақтарға жауап беріп көріңізші. Егер сізге қатысты болса, проблеманы шешу ешқашан кеш емес. Жекеге немесе комментке жаза кетсеңіз.